Barçaға сәлем достар. Бүгін сіздер менен мысықтар жайлы ең қызық керемет видеоларды және де елі фактты бөлісетін боламыз. Ал біздің видеоны көрмес бұрын біздің арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің арнаға жазылсаңыздар, біздегі қызықты видеолар сізге сообщение болып келіп тұрады. Ал сол үшін экран алдына жақсылап жайғасып алыңыздар. Ал біз болса бастаймыз. Бүгін мысықтар жайлы ең қызықты және де сіз естімеген факттар жайлы сіздермен айтып бөлісетін боламын. Сіздермен бұл қызықты дүниелер каналы. Достарыңмен арасында бір селфи түсіп жіберсең жаман емес. Қара мысық көптеген елде сәтсіздіктің символы болғанмен, Ұлыбритания мен Австралияда олар сәттілік символы болып табылады. Сіз мысықтар туралы сөйлесе аласыз және айта аласыз. Және бұл әрқашан қызықты және танымдық. Мүмкін сізге мысықтарда ұнайтын ерекше нәрсе бар шығар. Пікірлермен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мысықтар туралы елі факты айта кететін боламыз. Мысықтар көптеген ғасырлар бойы адамдармен бірге өмір сүрген жұмбақ жануарлар. Біз олар туралы бәрін білетін сияқтымыз, бірақ әлде де таңғалдыратын нәрселер бар. Жалпы мысықтардың 33 негізгі тұқымдар бар. Ал әлемде үй мысықтарының саны 500 миллионға жетеді. Мысықтың жүрек соғу жиілігі адамға қарағанда әлде қайда жоғары және минутына 110-нан 140-қа дейін жүрек соғу жиілігін құрайды. Орташа алғанда мысықтың салмағы шамамен 5 килограмм, бірақ сингапурдық мысықтың салмағы 2 килограммнан сәл ғана асады. Ең кішкентай мысықтар Шри-Ланкада тұратын үнді қызыл дақ тұқымының өкілдері болып саналады. Олардың салмағы 1,5 килограммнан аспайды, ал мөлшері шамамен 15 сантиметрді құрайды. Егер мысық қасыңыздан құйрығын көтеріп, құйрығы сәл дірілдеп тұрса, бұл оның сізге деген сүйіспеншілігінің көрінісі. Мысық таңдау жасай алмаған кезде құйрығын бұлғылайды. Мысықтар қуана-қуана саусақтарын жиі жайып, тырнақтарын ұзартады және кері тартады. Табиғатта мысықтар құйрығын көлденең немесе төмен ұстайды. Тек үй мысықтары құйрығын жоғары көтеріп жүре алады. Үй мысықтары мияулау арқылы бір-бірімен байланысады. Олар бұл тілді тек адамдармен сөйлесу үшін пайдаланады. Өмір бойы мысық жүздеген мысықтарды туа алады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Техас штатында Дасти есімді мысық құнарлық бойынша рекорд орнатты. Оның ұзақ өміріне одан 400-ден астам мысықшалар дүниеге келді. Мысықшалар. Оның үстіне, оның соңғы катеталары ол 18 жастан асқан кезде дүниеге келген. Қараңыздар, бұл мысық кішкене мысықтарды тууды бастағаннан 18 жасқа келгенше 400-ден аса мысықты дүниеге әпкелген екен. Не деген рекорд. Бір қоқыста тірі қалған мысықтың баласы ең көп саны 14. Мысықтың мұрнының тері үлгісі бірегейлі бойынша саусақ ізімен салыстырылады. Мысықта 517 бұлшық ет бар. Оның үстінде олардың 12-сі әр құлақты басқару үшін қолданылады. Мысықтың қаңқасында адам қаңқасына қарағанда 40-қа жуық сүйек бар. Мысықтың жасы адамның жасына шамамен былай сәйкес келеді. Мысық 3 жаста болса, бұл шамамен 21 адам жылына, 8 жаста 40 адам жасына және 14 жаста 70 адам жасына сәйкес келеді. Пус атты мысық Англияда ең ұзақ өмір сүрген. Жабайы мысықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы үй мысықтарына қарағанда әлде қайда қысқа және шамамен 5 жыл. Аргентинада бір мысық 6 жыл бойы ағашта өмір сүріп, бірнеше мысықшаларды дүниеге әкеледі. Мысықтардың дене температурасы адамдыкімен бірдей дерлік 38 градус. Мысықтары бар адамдар жүрек соғысына аз ұшырайды. Және орташа есеппен мысықтары жоқ адамдарға қарағанда ұзағырақ өмір сүреді. Мысықтың цитрус жемістерін иісін жек көреді. Бұл адамның белгілі бір жерлеріне тітіркенуден немесе тырнақтарын қайраудан сақтайтын өнімдерді жасау үшін қолданылады. Мысықтың бір ерекше қабілеті бар. Оның жылдамдығы өте қатты. Керек десеңіз ол өзіне қарап
атылып жатқан жауды да тез қайтарып алу мүмкіндігіне ие, және оның жылдамдығы секундтың ішінде өте тез қозғалады. Мысалы, мына жылан мысыққа шабуыл жасау үшін 1 секундтан аз уақыт кетеді, бірақ мысықтың жылдамдығы жыланның жылдамдығынан да өте қатты. Мысық сіздің көңіл күйіңіз және дауыс ырғағыңызды көрсетпесеңіз де, мысық оны тез түсініп алады. Сіз мысықпен қаншалықты көп сөйлессеңіз, ол сізбен соғұрлым көп сөйлеседі. Мысықтар үшін ұсақ бөлшектерді ажырату қиынға соғады, бірақ олар қараңғыда жақсы көреді. Адам көзі қараңғыда кез келген нәрсені ажыратуды тоқтатқанда, ал олар үшін жарықтың бірнеше жүзден бір бөлігі жеткілікті. Мысықтың күніне шамамен 16 сағаты ұйқыға кетеді. Мұрттар мысыққа оның тесіктен өтетінін анықтауға ғана емес, сонымен қатар жалпы кеңістікті шарлауға және температура, жел бағыты және қоршаған ортаны басқа параметрлері туралы ақпарат алуға көмектеседі. Мысықтың мұртының үнемі қозғалыста болуы, мысық бір нәрсеге қызықса, мұрттары алға қарай қарайды. Мұрттары артынан қараса, бір нәрседен қорқады. Америка жылына орта есеппен мысықтың тамағына 4 миллиард доллар жұмсайды. Бұл нәресте тамағына қарағанда миллиардқа аз. Әлемдегі ең ауыр мысық австралиялық химми болады. Оның салмағы 21 кило болады. Оның белі 84 сантиметр болады. Ең кішкентай үй мысығы Гималай мысық Тенкертау деп аталады. Оның салмағы жарты килограммнан сәл ғана асады, ал ұзындығы 7 сантиметр болады. Мысықтар шамамен 100 түрлі дыбысты шығара алады. Мысықтар өте алыс көреді және кем дегенде 70 сантиметр қашықтықтан жақсы көреді. Мысықтар дыбыстарының көлемінде 3 есе сезімтал. Мысықтар қабылдайтын жиілік диапазоны 50 герцтен 60 килогерцке дейін, ал адамдікі 20 килогерцтен биіктегі дыбыстарды да әрең естиді. Мысықтар адамдарға қарағанда орта есеппен 14 есе жақсы иіс шығарады. Егер мысық өзін қорғайтын болса, ол құлағын басына қысады. Ол шабуыл жасағанда қорқыту үшін құлақтарын екі жаққа тартады. Кейбір мәліметтерге сәйкес мысықтардың мылқауы да адам денсаулығына пайдалы әсер етуі мүмкін. Ал олардың биоэнергиясы жүрек тамыр жүйесінің жұмысына әсер етеді. Мысықтар қиыншылық болмай тұрып, болжайтын панорамальды қабілеттерге ие. Олар жер сілкіністерін, өрттерді, су тасқындарын және де басқа табиғи апаттарды болжайды. Орта ғасырлық Европада мысықтардың шайтанның қызметшісі ретінде өртеп жіберген. Бұл мысықтарды жою оба індеттің таралуына ықпал етеді. Егер мысық қасыңызда жатса, немесе денеңіздің бір бөлігіне шығып алып ұйықтайтын болса, қандай да бір дамып келе жатқан ауру болуы мүмкін деп есептейді ғалымдар. Мысық ұйықтауды ұнататын орындар әдетте адамдар үшін қолайсыз және төсек немесе орындық үшін таңдалмауы керек. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видеоға міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және бұл видеоны мысық жақсы көретін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қызықты видеолар каналы. Қош сау, сәлемет болыңыздар.